Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Мен сіздерге кітап оқудың 8 пайдалы жолдарын айтатын боламын. Ойды дамытады. Екіншісі, күйзелістен арылтады. Үшіншісі, сөздік қорды молайтады. Төртіншісі, ми ауруларының алдын алады. Ойға сенімділік ұялатады. Алтыншысы, шығармашылықты дамытады. Жетіншісі, ойлау мен есте сақтауды дамытады. Сегізінші, зейін қойып оқуды үйретеді. Құрметті оқырмандар, мен сыныптастарым сияқты кітапты көп оқыңыздар. Екінші әсін оқушыларын тамашалаңыздар. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз алалап. Оқымаған жүреді, қарамыны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сиса көйлек үстінде тоқу менен табылған. Сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Кітап туралы айтатын боламын. Кітап алтын қазына, кітаптың өзі ескіргенімен сөзі ескірмейді. Кітап менің рухани астанам. Қолыма алғаш әліппе алып бастаған. Кітап шебер ұстаз, ол тілсіз мұғалім. Ол бүкіл адамзаттың ұстазы. Оқыт алмай түй сананы жас сулан, сыр құямын, жыр құямын сананнам. Білім қару, білім керек адамға, ал мен білімді құямын сананам. Кітапты жыртпай, кірлетпей, білдірмей, таза ұстап оқыған кезім, мәнерлеп, даусын шығарып, дұрыс оқу керек. Кітап 8 қырлы, терең сырлы, тәрбиеші үйретуші. Серік Әкрамұлы. Кітап. Әліппеден басталған құштарлығым білімге. Кітап бетін ашқаннан оқимын көп білуге. Ұрпақ үшін даналар өнеге үлгі жазыпты. Сол кітаптан балалар алады мол азықты. Жазушы мен ақында айналады жақынға. Кітап білім сандығы іші толған ақылға. Мен әдебиеттік оқу, қазақ тілі пәндерін ұнатам. Қазақ тілі пәнінен мақал-мәтелдер, тақырыбы тәрбие тілден басталады. Әдеп басы тіл. Анам берген туған тілім, атам берген құрал тілім. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Анам тілі 60 тілге татиды. Ана тілі бәріміздің анамыз. Өйткені ол ұлтымыздың анасы. Тілін білмейтіндер емес, тілін білгісі келмейтіндер мәңгүрт. Әрбір халық өзінің ана тілінде ғана бақытты. Ал әдебиеттік оқу пәнінен Абай Құнанбаев. Ақын ағартушы Абай Құнанбаев 1848 жылы 10 тамыз Семей облысында Қарқаралы елінде дүниеге келген. 6 тамыз 1904 жылы дүниеден 58 жасында озған. Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, құмар уланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірдің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Тауап, еңбек, терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсен нәфратлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсен ғибратлі, оны ойға
жисаңыз. Ғылым болмай немене, бала оқты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсең. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай ел жүрер күннің көзі. Түйе бозап, қой қоздап, қорада шу. Көбелекпен құспенен сайда дуду, гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыптыр қағып, бұраңдап ағады су. Шәкірт дәркен бағамдар, ұлақ атын ұғыпмын, ата-анандай аландар, жетекші сыныптың. Ақылым мен қырастың, ендігі анық білінді. Намысы үшін кластың бізбен бірге жүгірді. Соны бойға мұрағып, тәрбиеге иландық. Сізбен бірге қуанып, сәтсіздікке қиналдық. Қиындыққа бұл дайын, есіз жолға қосарда, еңбегіңіз әрдайым жана берсін қашанда. Ақниет пен Қараниет. Бір күні Ақниет пен Қараниет жолға шықты екеуі. Қараниет айтады Ақниетке: Ақниет, менің азығым бітіп қалған еді. Екеуміз сенің азығыңды бөлісіп жейік дейді. Ақниет қарсы болмайды. Жарайды деп екеуі бөлісіп жейді. Сөйтіп Ақниет азығында оянса, Қараниет өзінің азығын жеп отырады екен. Сөйтіп Ақниет біреуін берші десе, Қараниет үндемей артқа қарап отырады екен. Сөйтіп Ақниеттің бір күні қатты қарны ашыпты. Сөйтіп Қараниет айтады: атыңды сояйық, сонда екеуміздің де қарнымыз тояды екен дейді. Ақниет оған да қарсы болмайды да, екеуі сойып жейді. Бір күні түнде бір дауыстар шығады екен. Сөйтіп Қараниет атына отырып, азығын алып шауып кетеді екен. Сөйтіп бір көпірге кездесіп, соның жанына ұйықтайды. Сөйтіп ұйықтап жатқанда гүл-гүл дауыс шығады екен. Ақниет тұрып қарса, көлдің жанында бір шаппақ тұр екен. Соның ішіне кірсе, қазан толы тамақ екен. Сөйтіп Ақниет көпірдің үстіне ұйықтап жатады. Бір күні Ақниет тағы да дауыстар естиді. Сөйтіп ол шашықтың төбесіне қараса, түлкі, арыстан, қасқыр тұр екен. Сөйтіп арыстан айтады: мен бір байдың 50 жылқысы бар екен. Мен соны күнде жеймін. Оның біреуі ғана мені қолап жете алады дейді. Ал бай жарсалады: кім менің аттарымды жеп жүрген жолбарысты тапса, соған бір дорба ақша берем дейді. Сөйтіп түлкі айтады: мен бір байдың үйіндегі бір дорба ақшаларын ауыл сыртындағы шұңқырға тастаймын дейді. Сөйтіп түлкі сол бай менің қазыналарымды беру үшін барлық заттарын көрсетеді. Арыстан айтады: қасқыр айтады: осы ауылдан ханым қызына ауыр қапты, оған барлық дәрігерлер, емшілер келіп айтады, емдей алмадым. Сөйтіп қасқыр сол ханның үйінде бір дәуит бар. Оның төсін сойса, қыз жазылады екен. Сөйтіп соны естіген Ақниет қатты таңғалады. Сөйтіп азына жолға шығады. Ол жылқысына әміп, байдың жылқыларын жеп жүрген арыстанды тауып береді. Сөйтіп түлкінің құйрығын ұстап әбден сілкейді. Анау ақшалар кәні дейді. Сөйтіп түлкі қай үңгірде екенін айтады. Кедей соның астына түсіп ақшаларды береді.
Сөйтіп ханның үйіне барадым. Сөйтіп ол ханның үйіне барады. Сіз анау итіңізді сойсаңыз, итіңізді сойып, оның төсін қызыңызға жесеңіз, қызыңыз жазылады дейді. Сөйтіп бір күні қызы жазылады екен. Сөйтіп бай келіскендегідей қызы мен жарты парчалығын береді. Қаранет қара жолмен жеңілді, Ақниет ақ жолмен жеңді. Жамандық жасасаң да өз басына, жақсылық жасасаң да өз басына демекші. Соңында Қаранет душар болды, Ақниет соңында бақытты өмір сүрді. Мектеп деген білім кені жүркені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Мектеп менің жарқын көңілім, мектеп шаттық толы өмірім. Мектеп білім оқу туралы мақал-мәтелдер. Мектеп кеме, білім теңіз. Білім инемен құдық қазғандай. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы.